Қамыр илейміз. Бүгінгі лағманның қамыры жұмыртқасыз. Суға тұз қосамыз. Сосын жақсылап орташа билейміз. Нанның иі қану керек әбден. Сонда лағман да өте әдемі әрі тозғанға да дұрыс болады. Өз илеген сайын нан өзінің белгісін береді. Нанның иі қану керек. Бізде бұлай сумай жағып қоясыздар. Нан енді біраз тұрып демалады. Мынау бақшамыздың өзі. Редискасы. Арасында аскөгі бар, укропы бар. Өзіміздің бақшамызға өзіміз салған аскөгіміз. Жусай бақшадағы. Мынау енді өзіміздің бақшамыздың сарымсағы. Bir өзі ерекше өсіпті. Жаңа сойылған малдың еті болсын, ірілеу беріп жатырмыз. Қызып тұрған тағамызға қазір қойған қамырымызды қайтадан илеп демал қоямыз. Илеген қамырымызды қайтадан Hayretle bilip bunu yerden demaluğa koyamız. Осындай демалған әдемі болады. Демалтыға қойдыңыздар. Май құйдық, майды көп мөлшерде майды құймайсыздар. Өйткені өте майлы болып кетеді. Май қызған соң бірінші етімізді салып қуырамыз. Мынау кішкене майлы еті жеке кішкене қуырып аламыз. Бұлай қарғайса да болады өте. Дәмін шығарады. Қалған етімізді қуырып аламыз. Бұл жас етті енді ары қарай пияз салып қуырамыз. Пияз салғасын кішкене қақпақпен жауып қойсаңыз да болады. Өйткені пияз өз етке сөлін шығарсын. Етіміз пиязды аралатып, өзіне керемет хош иісті сөлін шығардым. Сәбізін қосамыз. Мына пиязды сөлімен сәбіз қосамыз. Өйткені сөл шығармаса, тамақтарымыз қатты қуырылып кетеді. Міне сәбізін салдық. Ара-тұра сәбіздің салғасын қатты қойсақ қуыра беріңіздер. Міне өзінен сөл шығып тұрмын. Пияздың сөлінде ары қарай әр нәрсемізді салып қуыра бересіз. Сәбізімізді кішкене қуырылған соң оған қызанақ қосамыз. Қызанақта өзінің ерекше бір қышқыл дәмі болады. Енді ол өзіңізге байланысты. Мынаның әрқайсысын өте қатты қуырмайсыз. Әр қосқан затымыз керемет хош иісімен дәмін келтіреді. Оны да кішкене қақпақтың астында буландырып қоясыздар. Ең соңғы деп редисті қосасыздар. Томат пастасын салып қойсаңыз болады міне.
Tuzlu da былай сүйіп қоямыз. Қақпағына жауып 4 минут, 3-5 минут ары кетсін улайсыздар. Енді ең соң су құямыз, 1 жарты литр ғана су құямыз. Осымен енді баяу отта басып қоясыздар. Енді жауып қойыңыздар баяу отта. Наныңыз дайын болғанша қайнай берсін. Тынып тұрған қамырымызға кезек келді. Енді бір кішірек ыдысқа осындай мөлшерде май құясыздар. Кішкене бетіне былай жағып алып, бұны кішкене осылай жұмсақтайсыздар. Осылай қамырларыңызды жасап аласыздар. Бұл қамырды шақтығып осылай кесіп аласыздар. Бәрі осындай. Әрқайсысын осылай тағы да ұзын шақтығып жаясыздар. Ұзын шақтығып жаясыздар. Әрқайсысын осындай бұдан да үлкен алып қойсалар, табақтың түбін маймен сылап аласыздар да. Жаңа ескен қамырларыңызды қайтадан есіп, табақтарға осылай әрқайсысын осылай қайтадан есіп, жаңа айтып жатырмын ғой, нан неғұрлым әр нанның иіні жақсы болу керек. Сөйтіп осылай сала бересіздер. Мына қатарында маймен сылайсыз бетін. Келесі қатарында май жағып аяқтадық. Табақпен жабасыздар, воздух кірмеу керек. Орамалмен деп қымтап қоюыңызға болады. Мен осылай бәрінде шетінен нандарыңызды қайтадан осылай есіп қоясыздар. Бәрін созыңқырап, нандарыңыз міне иіғанға со мына мынандай тесталарыңыз бүйтіп үзілмей созыла береді. Міне тесталарыңыз осылай созыла береді. Мына қойған соң кішкене шетінен қайтадан ілгері созсаң да болады. Енді сонда нандарыңыз жіп жіңішке болып, міне осылай лағманыңызды жіңішке болады. Мен сіздерге түсінікті болсын деп айтып жатырмын. Қайталап жасасаңыздар да болады. Ана лағманыңыз жіңішке болу үшін қайталап жасай бересіздер осылай. 2 рет қайталасаңыздар да болады. Біркелкі болды міне несі. Енді бұны жасайсыздар да. Нандарыңызды енді бүйтіп келесі операциясы мына жаңағы созған неңізді енді осылай алып жаңағы пілтелеген нандарыңызды осылай 1-2 мәрте созып, одан кейін ұрып, осылай бәрінде дайындап аласыздар. Дайын лағман, созылған лағман болады. Енді осы созылған лағманымызды шетінен алып пісіресіздер. Кішкене ол қайнаған суларыңызға міндетті түрде былай
татымды қылып саласыздар. Көп емес, бірақ судың енді осылай міне қайнатасыз. Қайнаған соң 2 минуттан пішкенше қайнатып аласыздар. Енді әркім әртүрлі жасайды. Кейбіреулер алып, ыстық судан алып үстелдің бетіне қойып, кішкене суытып алғасын май жағып қояды. Ал мен болса мына қайнап тұрған судан алып, мен суық суға салып, содан кейін табақтарға саламын. Соңғы бұрыш сарымсақты бетінен осылай салып қоясыздар. Міне енді мына пісірген лағманымызды судан алды. Екен лағманымызға мұздай су қосамыз.